Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге балды тортты қалай жасау екенін көрсетемін. Ыдысқа 4 ас қасық аселді саламыз. Бал ерігеннен кейін үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, тоқтаусыз баяу отта түсі өзгергенше қозғайтын боламыз. Түсі өзгергеннен кейін үстіне маргарин майды салып, тағы да жақсылап қозғап, маргарин май ерігенше араластыратын боламыз. Дайын болған қоспаны суығаннан кейін үстінен жұмыртқа, шекер, ұн салып, жақсылап араластырып, қамырды дайындап, пергамент төселген табаға салып 180 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. 500 грамм қаймақпен 300 грамм сгущенканы араластырып, крем жасап, тортты 4-ке бөліп, арасына жағып, әсемдеп, тортты дайын қыламыз.